Үздік педагог атағын беру ережесі. Байқауға келесі критерийлерге сәйкес келетін білім беру ұйымдарының педагогтері қатысады. Білім беру ұйымдарының штаттағы педагогтары болып табылатын, конкурсқа қатысу үшін құжаттарды тапсыру сәтінде кемінде 5 жыл үздіксіз педагогикалық өтілі бар адамдар қатыса алады. Конкурс жыл сайын 3 кезеңде өткізіледі. Конкурстың бірінші кезеңі аудандық қалалық жыл сайын сәуір айында өткізіледі. Онда екінші кезеңге қатысу үшін ұсынылатын конкурстың жеңімпаздары айқындалады. Конкурстың екінші кезеңі облыстық, республикалық маңызы бар қалалар мен Астана жыл сайын мамыр айында өткізіледі. Онда үшінші кезеңге қатысу үшін ұсынылатын конкурс жеңімпаздары айқындалады. Конкурстың үшінші кезеңі республикалық жыл сайын тамыз-қыркүйек айларында өткізіледі. Онда конкурс жеңімпаздары анықталады. Конкурсқа қатысу үшін мынандай құжаттар мен материалдар электрондық форматта ұсынылады. Біріншісі, үздік педагог атағын беру конкурсына қатысуға нысан бойынша өтінім. Екіншісі, педагогке білім басшысы растаған ұсыныс. Үшіншісі, жұмыс орны растаған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы. Төртіншісі, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі. Бесіншісі, педагогтың карточкалық базасындағы қолданыстағы 20 таңбалы ағымдағы шот туралы хабарлама. Алтыншы, білім беру ұйымының комиссия отырысы хаттамасынан үзінді және қазақ немесе орыс тілінде ұсыну. Жетіншісі, электрондық тасығыштарда жазылған оқу сабақтары. Сегізіншісі, оқыту тіліндегі портфолио, педагог портфолиосының құрылымы ережесінде көрсетілген. Тоғызыншысы, эссе. Эссе тақырыбын жыл сайын Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі айқындайды. Оныншы, қағидаларда жазылған техникалық шарттарға сәйкес бейнеролик. Конкурс кезеңдерінің қорытындылары бұқаралық ақпараттар құралдарында жарияланады. Сондай-ақ уәкілетті органның интернет ресурсында орналастырылады. Қатысыңыз және жеңістерге жетіңіз.